Хужурат сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Уа иман келтіргендер, ойға берілгенде, сөзде, һәм істе Алланың және Расулының алдына шықпаңдар. Аллаға лайықты түрде тағзым етіп, оған қарсы келуден қорқыңдар. Шүбәсіз Алла сәмиғ, бәрін естуші, алим, бәрін білуші. Уа иман келтіргендер, дауыстарыңды пайғамбардың даусынан қатты шығармаңдар. Сондай-ақ онымен тілдескенде, бір-біріңмен дабырлап сөйлескендей, даурықпай, ақырын сөйлесіңдер. Әйтпесе, істеген игі істеріңнің зая кеткенін сезбей қаласыңдар. Алла елшісінің құзырында даурықпай, дауыстарын бәсеңдетіп сөйлейтіндерге келсек, Алла тақуалық, өзіне, дініне шын жүректен тағзым етіп мойынсыну мәселесінде олардың жүрегін сынап бақты. Олар бұл сынақтан сүрінбей өтті. Ендеше оларға Алланың құзырында кешірім мен үлкен сый бар. Расында саған жұбайларың тұратын бөлмелердің сыртынан айқайлап үн қататындарға келсек, олардың көбі дінді әлі толық меңгермеген, жөн білмейтін, ақыл парасаттан жұрдай адамдар. Егер олар сен шыққанша айқайламай, сабыр сақтап күте тұрса, өздері үшін жақсы болар еді. Соған қарамастан, Алла ғафур, құлдарының күнәлары қанша жерден ауыр болса да, тәубеге келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, тәубе етіп, өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Уа иман келтіргендер, егер сендерге әлде бір күнәһар адам қандай да бір хабар жеткізсе, оның анық-қанығын анықтап біліп алыңдар. Әйтпесе, білместікпен әлде бір қауымның обалына қалып, артынан істеген істеріңе өкініп жүрерсіңдер. Ендеше біліп қойыңдар. Араларыңда қандай мәселенің болмасын шешімін табу үшін жүгінулеріңе болатын Алла елшісі бар. Әй өзім білер мүміндер, егер Алла елшісі әлеуметтік істердің көбінде сендердің ыңғайларыңа жығылып, айтқандарыңмен жүргенде, шүбәсіз бастарың бәлеге қалып, жағдайларың қиындап кетіреді. Алайда Алла сендерге иманды сүйгізіп, оны жүректеріңде безендірді, яғни көңілдеріңе жағымды қылды. Сондай-ақ сендерді күпірліктен, асылықтан һәм Алла мен Расулына қарсы келуден жирендірді. Сенімі, ойы һәм іс-әрекеттері түзу болған игі жандар, міне солар. Олар Алланың шарапаты һәм нығметімен тура жолға түскен игі жандар. Алла, алим, бәрін білуші, хаким, әр ісімен әр үкімінде көптеген хикметтері болған асқан даналық иесі. Егер мүміндерден екі топ бір-бірімен соғысса, уақыт оздырмай араларын жарастырыңдар. Ал егер олардың бірі екіншісіне орынсыз шабуыл жасаса, онда шабуыл жасаған топқа соғыс ашыңдар. Сөйтіп, шабуыл жасаған топ Алланың үкіміне мойынсұнғанға дейін оларға қарсы бірігіп соғысыңдар. Егер райларынан қайтып, Алланың үкіміне бағынса, онда уақыт оздырмай, екі топтың арасын әділ түрде жарастырыңдар, һәм әркез қара қылды қақ жарғандай тура болыңдар. Өйткені Алла турашылдарды жақсы көреді. Расында, мүміндер бір-біріне шынайы бауыр. Олай болса, жүз шайысып, ат құйрығын кесіскен бауырларының арасын жарастырыңдар. Сондай-ақ, бауыр ақсына келгенде Алладан қорқыңдар, һәм үкіміне қарсы келуден сақтаныңдар. Міне сонда, оның рахмына бөленерсіңдер. Уа иман келтіргендер, араларыңнан бір қауым басқа бір қауымды келемеждемесін. Қайдан білесіңдер? Бәлкім мазаққа ұшыраған қауым өзін мазақ қылған қауымнан әлде қайда қайырлы шығар. Сондай-ақ, әйелдер де бірін-бірі келемеждемесін. Бәлкім мазаққа ұшыраған әйелдер өздерін мазақ қылған әйелдерден анағұрлым қайырлы болар. Бір-біріңді, яғни өз-өздеріңді кемсітпеңдер, біріңді-бірің намысқа тиетін лақап атпен атамаңдар. Адам баласының иман келтіргеннен кейін күнәһар деген жаман атқа қалуы қандай жаман. Кімде-кім тәубесіне келіп,
мұндай жаман қылықтан дереу арылып, Аллаға бет алмаса, міне солар нағыз залымдар. Уа иман келтіргендер, ой атаулының көбінен аулақ болыңдар. Яғни өзге адамдар жайлы, әсіресе мүмін бауырларың жайлы түрлі жаман ойларға беріле беруден аулақ болыңдар. Өйткені ой атаулының бір парасы, яғни өзгелер жайлы ойлаған жаман, яки арам ойлар күнәға жатады. Бір-біріңді аңдымаңдар және біріңді бірің ғайбаттамаңдар. Қайсы бірің болмасын, өлген бауырының етін жегенді ұната ма? Әнекей, бірден жиіркендіңдер, ендеше Алладан қорқыңдар. Шүбәсіз Алла тәуәп, құлдарының шынайы тәубелерін қабыл етуші, рахим, тәубеге келіп өзіне бет алған құлдарына ерекше мейірімді. Уа адамдар, шүбәсіз сендерді бір ер мен бір әйелден жараттық. Сондай-ақ сендерді бір-біріңмен танысып, табысуларың, һәм біріңе бірің қамқоршы дос болып, өзара жәрдемдесіп, тату-тәтті өмір сүрулерің, әрі жер бетін көркейтулерің үшін сан алуан ұлыстар мен руларға бөлдік. Біле білсеңдер, Алланың алдындағы ең ардақтыларың, ең тақуаларың, яғни Аллаға тағзым етуде, иман келтіруде әрі мойынсынуда ең алда болғандарың. Шүбәсіз Алла алим, барлық нәрсені соның ішінде, сендердің жай күйлеріңді һәм не істеп не қойып жүргендеріңді толық білуші, хабир, бәрінен толық хабардар болушы. Бір қатар бәдәуилер, біз де иман келтірдік дейді. Оларға, жоқ сендер әлі иман етпедіңдер. Алайда, Аллаға мойынсынып мұсылман болдық дедіңдер. Өйткені иман жүректеріңе әлі ұялай қойған жоқ де. Егер Аллаға және Расулына қалтқысыз мойынсынсаңдар, Алла істеген игі істеріңнің сауабын титтейді кемітпейді. Шүбәсіз Алла ғафур, құлдарының күнәлары қанша жерден ауыр болса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, тәубеге келіп, өзіне бет алған құлдарына ерекше мейірімді. Нағыз мүміндер, Аллаға және Расулына шын көңілден иман келтірген, һәм содан кейін иман мәселесінде әсте күмәнға бой алдырмаған және мал дүниелері, әрі жан тәндермен Алла жолында күрескен жандар ғана. Иманда және дін жолындағы қызметте шынайы болған шыншылдар, міне солар. Ендеше, өздерін шынайы мүмін біздеуден жалықпайтындарға, діндеріңе қаншалықты шынайы екендіктеріңді Аллаға мына сендер үйретпексіңдер ме? Алла күллі аспан әлеміндегіні де, жердегіні де, соның ішінде сендердің барлық жай күйлеріңді де толық біледі. Алла барлық нәрсені білуші деп айт. Олар өздерінің мұсылман болғанын саған міндет қылады. Ендеше оларға, мұсылмандықтарыңды маған міндет қылмаңдар. Егер иман келтіргендерің рас болса, онда керісінше, сендерді имандылық жолына салған үшін Алла міндет қылады деп айт. Шүбәсіз Алла күллі аспан әлемі мен жердің бар сырын, ондағы бар құпияны толық біледі. Сондай-ақ Алла сендердің не істеп не қойып жүргендеріңді де көріп тұрады.